Бәріңізге сәлем, бұл Алтын балық каналы. Кейбір компаниялар өзінің өнімін жарнамалау үшін неше түрлі жұлдыздарды, танымал адамдар шақырады, ал қалған компаниялар басқа жол таңдайды. Өзгелерге ұқсамайтын жарнама жасайды. Дәл солар жайлы бүгінгі видеода айтатын боламыз. Сіздерге қандай жарнама ұнады және қандай тауарды сатып алғыңыз келді? Сол жайлы комментарий жазсаңыз болады. Көшедегі жарқырайтын жарнама тақтайшалары, олардың бәрі өткен шақ. Ал Макдональдстың 2011 жылы ойлап тапқанын көретін болсаңыздар, бұл басында біртүрлі көрінуі мүмкін. Алайда өзінің өнімін Швецияда қалай жарнамалағанын айтпай өтуге болмайды. Қаладағы ғимараттың жанына бір үлкен экран орнатқан екен. Алайда сіздер айтуларыңыз мүмкін, бұндай экрандар басқа қалаларда толып жатқан жоқ па? Бұның ерекшелігі қандай деп? Кез келген қызыққан адам pickandplay.se сайтына кіріп, өзінің телефоны арқылы үлкен экранды басқара алады. Әрине, бұл экранды басқарып қана қоймай, қандай да бір призге таласады. Ойынға кірмей тұрып, өзіңізге ұнаған Макдональдстың кез келген өнімін таңдайсыз. Пицца немесе өзіңізге ұнаған қандай да бір өнімді таңдап, компьютер қарсыласыңызға ұтылмай 30 секунд шыдасаңыз, приз сіздікі. Содан кейін кассирге жақындап өзіңіздің жеңімпаз екеніңізді көрсетсеңіз болды. Барлықтарыңыз апельсин немесе лимоннан энергия алуға болатынын білетін шығарсыздар. Әрине, бұл сіздерге мектеп оқушысының эксперименті болып көрінуі мүмкін. Ғылымды жақсы көретін балаларға бұл нәрсені жай ғана қызықты ойын ретінде қарап, әрмен қарата дамытпай қоя берсе болар еді. Егер де бұл іспен DDB компаниясының көңілді жарнамалаушылары айналыспағанда, олар табиғи энергия алғысы келіп, бір жағынан тропикана апельсиніне эксперимент жасады. Табиғи жарнама тақтайшасын жасау үшін 2000-нан асты апельсин кетті. Ол жерде Energy Natural, яғни табиғи энергия деген жазу жазылды. Басқаларға қарағанда ерекше жарнама жасаған Канададағы Ванкувер қаласы болатын. Оқ өтпейтін әйнектер жасайтын Schoolshield компаниясы өзінің өнімін әдеттегі автобус аялдамасына қойған болатын. Ішінде 3 миллион ақш доллары бар. Ішіндегі жасанды ақша емес, нағыз ақша болатын. Компания өзінің өнімін сынап көрмекші болған адамдарға балға, күрек немесе одан да ауыр қатты заттармен тексеріп көруге рұқсат етті. Алайда компания ойлағанда ешкім бұл әйнекті сындыра алмады. Әдеттегі қалыңдықты әйнектермен салыстырғанда бірдей қалыңдықтағы әйнек болатын. Сіздерге бұл нәрсе қызық болып көрінуі мүмкін. Алайда бұл әйнектің ішінде соншама көп ақша 1 жылға жуық тұрған екен. Соның өзінде бірде-бір адамды миллионер етпепті. Уақыт өткен сайын бұл камера әйнекті сындырмақ болған адамдарды түсіре берді. Ешқайсысынан қолынан келмеді. Алайда қуаныш соншалықты жақын болатын. 2016 жылы Шведтің Animal компаниясы Reebok компаниясына жарнама жасады. Көшедегі қаланың ортасына адамның жылдамдығын өлшейтін құралдар орнатып, оның жанынан кез келген жүргінші 17 км сағатына жүгірсе, кез келген Reebok компаниясының аяқ киімін алуға рұқсат етілген. Reebok компаниясы өзінің тұтынушыларын әрқашан шабыттандырғанды жақсы көреді. Тегін кроссовкілер, одан артық қандай шабыт керек? Xbox компаниясы өзінің жаңа ойынын шығарған сәтте, Maccan компаниясы оның өнімін жарнамалау мақсатында жарыс ұйымдастырды. Бұл жарыс 2015 жылы Лондон қаласында болған болатын. Жарысқа 8 адам қатысты. Ойынның шарты бірінен ұзақ уақыт шыдау керек, және кез келген адам тікелей эфирде көре алды, және сынақтар берді. Жасанды қар, жасанды жаңбыр немесе басқа да сынақтар бере алды. Бұл ойын ең соңғы қатысушы қалғанша жалғаса берді. Ең мықтысы Xbox компаниясы оған сыйлық ретінде өзінің қалаған еліне, қалаған мемлекетіне саяхат жасауға рұқсат етті. Ең соңғы қалған жеңімпаз 22 сағаттан кейін жарыстың аяқталғанын хабарлады. 2012 жылы Beryl Spitz компаниясы өзінің өнімін жарнамалау мақсатында көшеге жарнама тақтайшасын орнатады. Әрине, бұл жарнама тақтайшасында әйелдің күліп тұрған бейнесі стикерлердің астарында жасырылған болатын.
Стикерлерді алған сайын ол әйел жасарып, одан әрі көңілді көрінді. Бұл кремнің қаншалықты пайдасы бар немесе жоқ екенін білмейміз, алайда бұл жарнаманың ерекше шыққанын мойындау керек. Жарнама жасайтын адамдар үй жануарлары туралы ұмытпаған. Сіздер фастфуд немесе бетке арналған кремдер ұнамауы мүмкін, алайда сіздер өздеріңіздің үй жануарларыңызды қалайша ұнатпайсыздар? Үй жануарларына тағамдар жасайтын компания өзінің өнімін жарнамалау мақсатында көшелерге жарнама тақтайшаларын орнатты. Тіркелде өз өніміңді ал деген жазуы бар жарнама тақтайшасына жақындап, Foursquare сайтына кіріп, тіркелген сәтте жарнама тақтайшасына бекітілген тысқа сіздің үй жануарыңыздың тағамдары түсе бастайды. Британиялық ғалымдар ұшудың керемет атты жобасын жақсы аяқтап өзінің жарнамасына қол жеткізді. Бұл керемет жарнамалар Лондондағы Чизвик және Пикадилли көшелерінде орнатылған. Үлкен экранның жоғарысынан ұшақ ұшып өткен кезде ішіндегі кішкене бала қозғалып ұшаққа қарай қолын созып жүре бастайды. Және экранға ұшақтың нөмірі және қай жаққа бара жатқаны көрінеді. Экран бұл ақпаратты антенна арқылы алып отырған, және алынған ақпаратты экранға шығарған. Керемет емес пе? Жәндіктерден қорғануға арналған баллончиктер жасайтын Orfeo компаниясы әдеттегі жарнама тақтайшасын жәндіктердің қақпанына айналдырған. Бұл жарнаманы италиялық жарнама жасаушы адам ойлап тапқан. Бұл жерге компьютерлік эффектілер немесе басқа да заттар пайдаланылмаған. Жарнама тақтайшасының көп бөлігін жылтырақ клейді пайдаланып, көп жерін жылтырақ клеймен жағып шыққан. Осылайша қорытындысы таңғаларлықтай болып шықты. Осылайша жарнама жасаушылар 213 мың жәндікті ұстағанын айтты. Сіздер жәндікті қалай санаған сұрамай-ақ қойыңыздар, өйткені жарнама жасаушылар жәндікті қалай санаған нақтылап айтпады. Nike компаниясы өзінің өнімін жарнамалау мақсатынан жарнама тақтайшасын орнатып, содан кейін 4 альпинист жігіт шығып, оған аяқ киім жасай бастады. Аяқ киімнің жоғарысын жасап жатқан альпинистер аяқ киімнің жоғарысын аяқтап болғаннан кейін аяқ киімнің табанын жасай бастады. Альпинистер өзінің жұмысын аяқтап болғаннан кейін жарнама әдемілікке ие болды. Бүгінгі жарнамалардың сіздерге қайсысы ұнап жақсы әсер қалдырғанын комментарийге жазып кетіңіздер. Және видео ұнаса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.